Бүгін Сарыөзек гарнизоны 29-108 әскери бөлімінде сержанттар құрамымен сержанттар кеңесі өткізілді. Сержанттар кеңесінің басты міндеттері әскери қызметшілерді тәрбиелеуге, командирлерге және жан-жақты көмек көрсету, әскери қызметте әр-бір сержанттың шығармашылық әлеуетін дамыту, жағдай жасау. Кеңес отырысында сержанттар қызметіне қатысты өзекті мәселе талқыланды. Офицерлер мен сержанттар арасындағы өзара іс-қимылды күшейту бойынша ұсыныстар қарастырылып, әскери тәртіптің жай-күйі мен сержанттар даярлау сапасы бағаланды. Бүгінгі басқосуда сержанттар құрамымен әскери бөлімнің әскери тәртібі және жаңа киім үлгісі бойынша сұрақтар талқыланды.